Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ағылшын тілі сабағында бастауыш сынып оқушыларына ойнатуға болатын қызықты ойын түрімен таныстырамын. Бұл ойынның аты спиндер деп аталады. Біз спиндер ойыншығын қолданғанымыз үшін осылай атадық. Ол үшін тек қана спиндер және қағаз көрнекіліктер керек. Мен бұл көрнекіліктерді өзім фетра материалынан жасағанмын. Егер сіздерде бұндай көрнекіліктер болмаса, оның орнына қағаздарға жазып қойсаңыз да болады. Яғни сіз қазақшасын жазасыз, оқушылар соның ағылшыншасын айту керек. Тапқан оқушы соны алады, қасына жинайды. Бұл ойын балалардың сөздік қорларын дамытуға үлкен септігін тигізеді. Біз бұл ойынды жемістерге, жануарларға қолданып ойнадық. Сіз кез келген сөздік қорларын кеңейткісі келетін тақырыпта ойната аласыз. Бұл әсіресе бастауыш сынып 3-4 сынып оқушыларына өте қызықты болып саналады. Оқушылар әр тапқан сөзді өзінің алдына жинайды, дәл солай соңына дейін жинайды. Соңында кімде қанша сөз тапқанын санаймыз, сол арқылы оқушылар бағаланатын болады. Бұл ойынды менің оқушыларым өте қызығушылықпен ойнады. Демек, сіздің де оқушыларыңыз өте қызығушылық танытары сөзсіз. Егер сізге ойын ойнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі ойындарда көріскенше.